Сәлем достар, бұл жолы мен бір қазақша видео дайындағым келді. Өткен аптада Удаевтың конференциясына қатысып, әрі Стамбулды қыдырып келдім. Сол туралы бір кішігірім влог түсірдім десем болады. Ендеше сіздерге ие сейірлер. Стамбулға 4 сағат ішінде пойызбен жетіп алдым. Ол жерден мені дизайнер қайным күтіп алды. Бірге Қадыкөйден Бешикташқа кемемен, әдемі музыканың даусымен үйге қарай жол тарттық. Жақында ғана ауыстырған еді, сондықтан бұл үйін көрмеген едім. Өте әдемі екен, өзіндік вайбы бар. Тез дайындалып, Стамбулға жолдасы стажировкаға келген группаласымен кездесуге кеттім. Әр келген сайын сүйсіне қарайтын Галата бұл жолы да өте әдемі. Барған ресторанымыз өте атмосферный екен. Бұл жерде менің группаласымның тәп-тәтті қыздары қылықтарына тоймай қайттым. Группаласым және оның жолдасымен әртүрлі тақырыпта ғылым, білім, мәдениет, саяхат, Түркиядағы ғылым сияқты әртүрлі тақырыпта әңгімелер айтып, түнгі бірдің қалай болғанын байқамай қалыппыз. Ертең менде конференция, сол үшін ұйықтап демалайын. Таңертең оянсам, алтындай қайным маған осындай завтрак дайындап жатыр екен. Arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Nazar'la sabah şerifleri. Мен өзімді сәндеп дайындап алдым да, таңғы ас дайын болды дегенді естіген бойдан Стамбулдың таңғы атмосферасын сезіне отырып тамақтануға кірістік. Таңғы асқа тойып алып, конференция өтетін Ибн Халдун университетіне жол тарттым. Бір күн бұрын сол университетте оқитын досым хабарласып, университетке баруға, жолын табуға көмектесетінін айтып, жолда Бурсадағы конференцияда танысқан қырғызстандық Фаридамен кездесіп қалдық. Ол да осы конференцияға келе жатыр екен. Университет қаланың шетінде болған соң біраз кешігіп келдік. Келсек, конференция басталып кетіпті. Мен өз бейджімді алып, конференция болып жатқан залға өттім. Шетелдік студенттердің қатысуымен өтетін бұл конференцияның бұл жылы 11-шісі ұйымдастырылып жатыр. Бұл конференцияға былтырда қатысып, трансгуманизм, постгуманизм туралы баяндамамды қорғадым. Бұл жолы диджитал этика туралы қорғайтын боламын. Жалпы мұндай конференциялар өзіңнің академиялық жолыңды қалыптастыруыңа үлкен септігін тигізеді. Түскі үзіліс уақытында Серікбол бізді университет кампусымен таныстырды. Бұл университет негізі Эрдоғанның баласы Біләл Эрдоғанның университеті екен. Үзілістен кейін диджитал этик концепциясын қаңтар оқиғасымен байланыстыра отырып жазған баяндамамды қорғадым. Соңында барлық қатысушыларды марапаттап, конференцияны аяқтадық. Осылайша әдемі күннің батуын тамашалап, тағы бір конференцияның нүктесін қойып, үйге қайттым. Стамбулдағы 3-ші күнімде осындағы құрбым Данамен кездесуге шықтым. Екеуміз де көптен көруді мақсат етіп жүрген әдемі бір аудандағы әдемі бір кафетерийге келдік. Бұл кафетерийінің ерекшелігі 5 минут суретке түсуге уақыт беріледі және жарты сағат қана кофе ішуге уақытыңыз бар, өйткені өте көп очередь бар. Құрбыммен отбасы, ғылым, білім, докторантурадағы қиындықтар туралы әңгімелесіп болғаннан кейін марокколық құрбыларыммен кездесуге Бостанды жаққа келдім. Осындай өте әдемі бір көрініс бар. Теңізге қарасаң көз тоймайды. Осыны көруге, сезінуге мүмкіндік бергеніне шүкіршілігімді айтып тұрмын. Осындай эйфориядан кейін марокколық құрбыларыммен кездесіп, қоғамдағы қыздардың рөлі, екі елдің дәстүрі туралы әңгіме айтып, енді сіңіліммен кездесуге жол тарттым. Жолдан бізге қайнымда қосылып, үшеуміз бірге Нишанташында күліп ойнап керемет уақыт өткіздік. Жалпы Стамбулға 3 күндік сапарым осылай өтті. Қимай қоштасып, жүйрік пойызбен жолдасыма Анкараға жетіп алдым.